жеп береді екен болды. Реальный кофе 0,2. Ең дәмін татып ше. Мына жерде ең кішкентай 0,3 иә? Назар 0,3 жасап қояды. Анда неме Урбан кофе деген бар. Так, алдында біз не істедік? Кіріспен өттік. Тонкий настройка под себя дегенді өттік. Өзіңе арнап тонкий настройка жасау. Бір адамға, белгілі бір адамға бағыттап бейімдеу. Қайраттығы өзіне бейімделген, Ахметбек ағайға бейімделген, сіздікі өзіңізге, мен көзіме. Әр адаммен сіз көріп қалғанда туысыңызбен бөлек сөйлесесіз, партнермен бөлек сөйлесесіз. Сол секілді. Давай сені біздің маркетинг чатына қосып салайық, а? Маркетинг чатына, да? Жақсы қосыңыз. Қосып салайық, соған оған кейін қосып қой, оған кейін бағана программаны жібере салшы сен. Әгі сен жазған өзің сабақ өтетін программаны. Жіберіп қой да, жұмыс бастап көр. Жоқ, бағана ғана айтып. Жоқ, программа емес, жаңағы неменесі әгі. Запись жазатын ба? Иә, запись жазатын. Қазір қосады, соған жіберіп қой, одан кейін бұл жерде самал ол жерде жоқ қой, да? Самалды кіргізіп қой, маркетинг чатына. Жалпы енді не істесек? Бұл жерде кім бар ғой, Болу керек. Иә, бар екен. Бұл маркетинг чатына қосып қояйық. Облыс применение өттік, кеше фишки лайфқа соларды өттік. Басқа инструменттерді қосу, сәл-сәл қосымша көрсетіп жейін, қайталап. Мына жақта енді жетіліп жатыр, басқа инструменттерді. YouTube-ты қосу, мысалы мен. Болды ма? Давай кеттік. YouTube-ты қосу, былай айтқанда, мынау тек қана құр өзі деген текстімен, файлмен ғана жұмыс жасайды. Платный версиясы. Файл жүктеуге болады, текст салуға болады, тек қана. Ал енді басқа инструмент бастадың ба? Жүріп жатыр запись. Жақсы кет. Ал басқа инструменттер қосу, обзор деп мына жақтан тауып алуға болады. Бұл жақтағы енді супер жетілмегенмен әлі салынып жатыр инструменттер, жаңа инструменттер. Қазір мысалы YouTube-тың несі бар. Мынадай YouTube-тың әлгі мүмкіндігі бар. YouTube салатын. Бұның артықшылығы былай салсақ, YouTube-та бір видеоны аламыз. Резюмесін, тағы да басқасын YouTube-тың недегі видеоны ұзақ қарап отыру, мысалы 1 сағаттық немесе уақытыңыз жоқ қой бір видео. Қай тілде болсын сала беруге болады ма? Қазір орыс пен пока ағылшын мінекей. Путин потребовал не, мынаны аламыз, копировать етеміз де мынаған саламыз. Бірақ қазақшаға кейін аударып береді. Қазір біріншіден бірден ағылшынша жауап беруі мүмкін. Мынадай инструмент қостық, YouTube-тан алып видеоны оқып қарайды. Иә, мағынасын айтып береді, немесе түсіндіріп береді, немесе сол видеоға не істеп бер дейсіз. Толықтай мәтіндей керек па, мәтіндей шығарып береді. Енді қазір мына жерге айтамыз. Напиши мне на русском. Видео обсуждает развитие стратегический российский не, көрдіңіз ба? Видеоның ішінде болған нәрселердің барлығы. Сен қанша уақыт кетесің оған? 3 сағат. Ана видеоны қарап отыру. 3 минут қана. Енді қазақша деші. Енді қазақша. Енді осыны қазақша түсіндір дейміз. Қазақша түсіндір. Болды, енді алады да қазақ тілінде. Ресейдің әскери теңіз флоттарының мүмкіндіктерін арттыруға байланысты жасау. Иә. Осыны аламыз. Енді мына осыны мына YouTube деген инструмент қосып қойдық. Тағы да бүйткізіп аламыз да, Canva деген бар, дизайн жасайтын бар, сурет жасайтын бар. Жайлап бұлар жетіліп жатыр. Бірден шықпауы мүмкін, кейбіреулер нашар істеуі мүмкін, өзі де ескертіп қойған мына жақта. Точный болмауы мүмкін біздің немізде. Мына Canva, дизайн жасау, логотип жасау, яғни сурет салып беру сондайлармен. Сурет салып берсін, мен қазір саған бір немесе. Платныйында бұндай сурет салып беру. $20. $90 айына, да? Айына 9000 теңге. Бірақ 900 мың теңгенің жұмысын жасауыңыз мүмкін. Или 9 миллион. Миллион 9 білмеймін. Мүмкін ғой. Мен қазір кім? Бек, мен саған бір қазір неме жіберейін суретті. Қазір WhatsApp-қа да. Соны қазақша жасап бере ала ма? Қазақша? Жіберіп көріңіз көрейік. Мәтінді жіберіп, содан қазақша баннер жасап бере ала ма? Көрейік, жіберіңіз. Біз кеше жаңа жасап көрдік, көрдің ба? Обложка жасадық біз кеше? Иә. Ал резюме жалғастыру. Так. Келді суретіңіз. Осыны да салдан айтшы, осыны қазақша турасында жасап берші. Қатты детально істей алмайды ау деймін жазулар. Бірақ дегенмен көреміз. Сохранить етемін. Сохранить загрузки. Енді жаңа әрқайсысына мынаған оралсақ жаңаға.
мына тақырып қой, мынада мына тақырып. Әр тақырыпты бір тақырып. Мысалы, мына жақта мен состав деп протокол дедім. Протокол жөнінде жүріп жатыр ғой әңгіме. Протокол жөнінде жүріп жатқан әңгіме чатына келіп, мен мына жаққа енді кофенің пайдалылығы жөнінде айт десем, мынаған қатысты болып кетуі мүмкін, немесе жауаптар точно жоқ. Сол себептен әр тақырыпқа жаңа чат ашып отырған дұрыс. Мына тақырыпқа енді біз жаңа суретті берейін деп жатырық. Аламыз. Иә, чаттар өзі сақтала береді. Жаңа суретті саламын. Бұл сурет не істедіңіз? Қазақша бердіш. Дәл осындай қазақша жазып. Осы дәл осындай қылып жасап бер дейміз. Сосын мінекей бір нәрсе жасап жатыр, жүктеліп жатыр. Қазір мен бір мәтін жіберейін, сол мәтінден жасап бере аламын екен. Ана айттым, суретке кішкене сатасақ. Суреті пока жетілуде. Ал жақсы, мынаны жіберейік. Осы мен қазір мәтін жібердім. Осыдан баннер жасап бердіш. Аударған. Сөзін аударады. Сөзді аударады, картинкідегі сөзді танып береді. Саған жібердім. Мына сөзді не істедейін? Осыдан баннер жасап бердіш. Так. Бұлай істейміз де, ең астыға түсеміз де, сызықша қоямыз де, қазір осы сөздерден сөзі компьютер басалмайды. Қисығынан отырмын ғой мен бұлай. Мен бұлай да басам. Жасап бер. Осы сөздерден баннер сурет деу керек. Баннер сурет жасап бер. Алдым-алы болып бұзату дүниеті. Сурет жасап жатыр. Сіз не сөз бердіңіз? Бұл өмірді өзгертуге тырысудың қажет жоқ. Кейде өмірге деген көзқарасың. Бұл сөзді салмауы мүмкін, тура. Сөзді салмайды. Жасай алмады да? Иә. Сурет жағынан ағай қосымша инструмент қоспасақ, құр өзі не істейді. Бірақ бар суретті өзгертіп беруге кішкене бар. Ағайдың суретін қойып тұрып жазсаңшы, қазір көрші. Ағайдың суретін қой да, жаңа сөзбен көрші. Ағайдың фотосы ма? Бар шығар, сенде. Қарайын мен, қай жерде жатыр? Ютубтан қарашсаңшы. Гуглдан Ахметбек деп жазсын шығады ғой. Налғым сөз. Ағайдық ма? Жоқ. Қайнар қойса, сабақтар ішінде бар ма өзінің өзі түсіндірмесі болады? Ахметбек Нұрсила дедім. Алды, енді осыны алды. Неме суықпен достасқаның табиғаттағы аурумен қоштасқан деп жазып. Осы суретті алып аламыз. Загрузкаға түсті. Мына жаққа суретін саламыз ағайын. Осы суретке сөз жазып. Мына сөзді енгізіп бер деп. Суретке тырнақша аламыз. Тырнақшаны ішіне алу керек. Бір нәрсені сал деп тұрған. Суықпен достасқан ме? Достас деп жазсашы. Аурумен қоштастым деген сөзді қойып бер дедік. Суреті жетілуде деп айтып жатыр өздері, суретті әзірге. Бірақ экспериментальный қазір. Бірақ мәтіннен идеальный еді. Мәтінге жасай алмай жатыр. Сурет деген оқымай қалды ғой деймін. Повторить етеміз попытканы. Жарайды. Жасай алмайды екен. Баннер жасатам ба деп едім. Негізі ағай бетсек болады. Алдық. Нарисуйте картинка чудо природа. Бұлай істесек, нақты сұрасақ. Нарисуйте
сгенерировать етіп ойдан шығаруға жақсы да, бұл жасауға емес бар суретті. Нарисуйте картинка чудо природы, где люди выздоравливают. Адам жазылып кететін жердегі чудо не шығар дедім да. Мен интернетім аздап қатып жатыр. Мінекей енді сурет салып жатыр. Яғни бұл бар сурет жасау жағына емес, ойдан шығару жағына қазір пока не болып тұр. Ойдан шығарып бер дедім. Мінекей. Ойдан шығарып беріп жатыр. Медитация жасап, йога жасап жатыр ғой. Иә, мінекей. Мынау ойдан шығарып берді. Ойдан алдында маған бір попыткадан келмеуі мүмкін. Екінші, үшінші, төртінші, тағы екінші попытканы сұраймыз. Польза холодной воды деп жүрсіз. Иә. Тағы да бір нәрсені сұрап, енді екінші вариант шығарып жатыр. Мен алдында бірінші варианттан ақ. Запись экран тұр ғой? Иә, тұр. Бірінші варианттан ақ сақтап алдым алдында. Адамның өмірі қалай өте шығатын жөнінде не істеп берсе, құм сағаттан салып, менде жатыр әлі суреттер бар. Мінекей. Екінші вариантты кішкене үлкенде болып тағы бір не істеп, енді былай қыл. Польза холодной воды дейсіз. Мынаны аламыз да, мына сөзді. Жоғарда уже жазған сөзіңді әлі дописать етуге болады. С помощью холодной воды. Помощью холодной воды. С помощью холодной воды. Міне, нарисуйте картинка чудо природы, где люди выздоравливают с помощью холодной воды деген қостық. Енді алады, запрос обработка жасайды повторно. Сосын бұл запросқа енді осы сөзімізге арнап не істеңкіреуге тырысады. Вот изображение чудеса природы, где люди выздоравливают с помощью холодной воды. Надеюсь, соответствует вашим требованиям. Мынау жүктей алмай қалып жатқан себебі аппақ болып жатқан. Интернеттен ғой, интернеттен. Сен мына жерді қоссаңшы интернет. Иә. Қосшы интернет қалай берді? Мен интернетім қосты. Міне шықты ғой. Повторно ашып жібердім мен. Шықты жаңа. Екіншісін қоюға болады ғой. Енді шығып жатыр, екіншісін шығарайын деп жатыр. Мен басып қалдым да, жаңаны шығарып қойыпты, жақсы қалды. Бірақ мен екіншісін басып қалдым. Жаңа бірінші вариантта қараймыз. Мына суға түсіп жатқан. Жаңа бірінші вариант мынау болды. Зима деп жатыр. Жарайды. Зима. И сосын жаңағы сөзді алып жоғарыдағы карандашикке басамыз, өзгертіп. Сосын водой зимой. Астына еще тағы зимой деген. Сөйткізіп бір салған запрос новый жаза беру емес, бір салған запросқа тіркеп кете беру болады. Онда жаңаны өзгертілген не қылып алады. Қыс деген сөзді қостық. Сөйткізіп бір 4-ші, 5-ші кейбіреулер 10 попыткадан кейін шығуы мүмкін, кейбіреулер бірінші попыткадан ақ кетуі мүмкін. Бұл все-таки тестте екенін ұмытпау керек. Міне, қыстың фонын қосты. Бұл тестте әлі ше. Бірақ обещает OpenAI компаниясы жетіліп ертең четкий шығаратын болады дейді. Жақсы. Бірақ мынау жетістіктің өзі де жаман емес қой. Жаман емес. Келесі жалпы өз программа бойынша жақсы. Енді мынау плагиат жоқ. Плагиат мынау деген не істемейді. Таппайсыз интернетте қазір салсаңыз тауып берсеңіз. Уникальный. Өзі жасап шығарды. Өзі жазып ойдан шығарды. Енді неме еді? Так. Өз программа бойынша неме үйретіп? Өз программа бойынша так, кішкене несіне келдік, сәл ауытқылып, енді использование совместно с другими и алдында саған айттым ғой, запростарды берген, біз предпоследний сабаққа келдік, алдында кейбір нелерін өтіп тастадық. Подробный нелерін мен сіздерге конспект трексіз бағылып жіберемін. Менде дайындаған нелерім бар, басқалардікінен алып жинаған. Протокол жаса дедім, мынадай еткізді, содан кейін алып, бұны енді жалғыз бұл емес, мынау пока лидировать етіп тұрған искусственный интеллекттің түрлері өте көп. Мінекей, Google Gemini бар. Google-дікі. Мінекей. Google'ский искусственный интеллект, Google-дың жасанды интеллект шықты. Осы қанша ең популярный OpenAI да? OpenAI мынау, ChatGPT. Google-дың Gemini деген түрі. Google Gemini. Одан кейін үшінші орында тұрған популярный Microsoft Copilot. Мінекей. Microsoft'скийдің айтпақшы сурет салатыны, дизайнер деген басамыз, сурет салатын жақсы деп жұрт мақтайды. Да, көрші қане соған сурет жіберді. Жаңағы жасап атқан неміз бар емес па? Суретімізді. Жоқ, маған баннер керек болып тұр. Мынаны, дәл осыны просто Copilot'тан сұрап көреміз. Microsoft'скийдан. Оның суретіне мүмкін. Баннер жасайтын басқа нелер бар, сізге инструменттер бар, соны беремін. Мыналарға қосып жалғанатын. Мінекей.
бұл бірден 4 вариант салып беретіні бар еді әдеті. Айналайын деп жатырмын, міне шықты. Қазір мен кіріп қойын, кір дейді учетный записіңа. Міне жасап тастады ар жағында. Болды, бекітейді кірді. Өзім аккаунтым. Зерттеп отыр бұл кісі үшеуінде. Мен бұларды обучениемен, не істеумен, программированияға өзімен, не істеуге қолданумен айналысып жүрмін. Міне, бұл 4 вариант шығарады айттым бірден. 4 нұсқасын беріп отырады. Мынаның дизайнер и планировщик задачи. Бұл тегін еще, бұл бұда емес. Бұда тегін. Бұның да қай-қайсының да, мынаның Google-дікінің да. Жоқ, картина беру бұда тегін ғой. Картина беру бұда 10 штукқа дейін тегін. 10 рет беріледі осылай. Болды, одан кейін ақша тұрады. Ана соңғысын. Мынаусын ба? Соңғысын. Мынау енді Microsoft-тың салып берген суретші. Киіммен отырдың ғой жақсы. Киіммен отыр. Осылай не істеді. Енді мына чанмен отырғанда жарайды түсінікті. Иә, осылай. Осылай в общем не істейді. Чанмен отырған шығаршы? Чанмен отырған. Мынау ма? Мынау жақсы да? Мынау жақсы. Иә. Шылыққан адам мынау. Иә. Осылай істеген. Ал сосын сұрақтарыңызды қашанда бір нәрсеге қойдық қой. Мына жаққа осы екеуін, үшеуін кезек-кезек қолдану керек қой да? Үшеуін қолдану керек, иә. Мысалы, бір запросыңыз салдыңыз, запасқа әрқашанда. Мына жаққа бір запросымыз салдық, осылай болып шығады. Әрқашан бір запросымызды дублировать ету керек. Дәл сол қойған сұрағымызды, мысалы, мына жерге, сосын кейде білетін сұрақты точно қою. Бәрі айтады ғой біреулер. Оны білеміз ғой, не болады? Қазір сіздерге мындай тапсырма жүргізейін, әрқайсыңыз қой. Мен бір келі сахар жеп алсам не болады ағай? Қант диабеті боласың. Болды. Сенің ойыңда айтшы, бір келі сахар қант жесем. Тағы не болады? Аллергия. Қысасың де. Аллергия боласың. Сіздің ойыңыз? Жей алмайсың. Ал енді мына жаққа қоямыз. Кейде білетін сұрағыңды қою арқылы ғылыми негізде біздің айтатын сөзімізді дәлдеуге болады. Енді мына жаққа айтамын. Что будет, если съем 1 кг чистого сахара и какие и какие последствия дедім. Мінекей. Скорость. Міне, бедедім. Что будет, если съем 1 килограмм чистого сахара и какие последствия? Дауыспен жазып болмай ма? Дауыспен де болады. Дауыспен орысша таниды. Қазір дауыспен жазайыншы. Қазір иә. Так, жібердім. Мына жердің интернетіне шынымен де қосылу керек сияқты. Так, бала, кім атың кім еді? Асыл? Мына жерде Wi-Fi бар ма сіздерде? Қосып жіберші. Бір. Мынау ма? Жоқ, мынау кофе бум ғанау. Итальянский переводится как друзья. Мынау ма амичи? Қалай? Бір. Үш. Аха. Без. Жасанды интеллект искусственный интеллект үйренгің келмей ме? Искусственный интеллект үйренгің келмей ме? А чего? Скоро заменим вас. Официантов, всех поваров. Робот. Роботқа. Міне, қараңыз. Сіз қаласыңдар скоро. Қара. Жаңағы сұраққа оралайық. Бір таза сахар жеп алсам не болады? Употребление большого количества сахара, как 1 килограмм чистого сахара, могут иметь серьезные последствия вашего здоровья, как краткосрочные и долгосрочные перспективы. Вот что могут произойти. Краткосрочные перспективы, да, последствия. Повышение глюкозы в крови, инсультный ответ, нарушение пищеварения, астында подробное объяснение. А долгосрочное увеличение веса, ожирения, развитие диабета второго типа. Сіз жаңа диабет болсын дедіңіз, сен жаңа бүйтесің, құсасын дедіңіз. Мына жақтан нақты жауап. Проблемы сердечно-сосудной несі? Заболевание, рекомендация. Обратитесь к врачу дейді, енді стандарт деңіз болған ғой. Байқамай жеп қойсаң дейді да, егер каким-то путем ақыр жесең. Сосын бұл запросты аласыздар да, салып ютубқа істеп, сценарий қосып, видео қылып, сіздер қантты неге не істеу керек осындай қылып шығаруға болады. Мынаны дайындау, сценаристке беру, интернеттерден алып жинау, мына ақпараттың барлығын сіздерге біраз не кетеді. Да, она айтып жатады ғой, что будет, если будешь чеснок каждый день деп там. Иә. Осындайдан Что будет, если отказаться от 3 продуктов, деген көп қой қазір. Иә. Бір апта сахар жемесеңіз, денең ағзаңызда не өзгереді? Содан кейін осы мына чатта енді сахар жөнінде жүріп жатыр ғой. Содан кейін дальше сұрай бересіздер. Рекомендуемый
суточный норма сахара месячный қанша бол, айына қанша бол. Мен сұрап көрдім, что вообще алып тастаса жоқ болып кетсе не болады. Ол да тоже жаман дейді, сахар. Почему? Что если можно ли отказаться вообще от сахара? Жай, даже кері же өзіңіз сұрап аламыз. Сұрап аласыздар, иә. Сосын сөйткізіп білетін сұрақтарыңыз қойасыз. Сосын тағы қолдану нелері. Мақала жазуға, өлең шығаруға, тағы да басқа шығармалар жасауға, креатив, былай айтқанда роман жазуға, кітап жазуға, сценарий құрастыруға, содан кейін ғылыми зерттеулер жүргізуге. Яғни сосын бір тақырыпта талқылау керек болады. Қанша ғалымдарды жинасаңыз да, жинау қиын, ғалымдарды барып не істеу қиын, уақыт арнау керек. Бұл ғылыми тақырыптарды талқылап целый беседа жүргізіп тастай алады. Беседа, одан кейін керектерді аласыз, содан кейін соңында заключение жасайды. Докторсыз жазып береді ғой саған. Заключение соңында қорытынды. Мына жерге просто аламда сделайте заключение деймін бұл. Заключение о норме сахара. Енді бұны тоқтату, біреулер қарсы тұйып топтар көтеріп тағайын, құрту керек деген сияқты болсын. Айт құрту. Мынаны тоқтату қиын ғой. Қиын емес, мәшинені тоқтатам деген сияқты. Міне, заключение о норме потребления сахара, рекомендация для взрослых. Айына вообще, міне, 25 грамм нәрде ақ қояға, нәрде. Содан аспай көрді, суточный ше, адамда. Оны вообще жемеуге болады, фруктыдан, неден алуға болады дейді. Натуральный сахар. Сахар вообще отсутствие болса ағай тоже нашар болады дейді адамға. Жоқ, әрине жоқ, табиғаттан алу керек қой. Табиғаттан алу керек сахарда. Химиялық сахар. Жүзім жейсің, қарбыз жейсің. Сахардың жоқ болуы тоже неге апарады дейді, мидың дұрыс не істемеуіне. Глюкоза жоқ. Иә, сол. Өзің үйрететін осы болды ғой. Иә, осы содан кейін енді память деген несі болды, соны несіпсен. Енді память искусственный интеллект деген бар. Жалғастырып жаза бересің ба, тоқтатып қайта жазайын ба? Жалғастырып жаза бересің. Тоқтат, Google тоқтатты болды. Келесі. Мынау көп орын алмайды ағай менікі негізінде ше.